Армысыздар көрермен, Каспий Ньюс телеарнасында біздің қонақ хабары. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонақтары тек қана облыс деңгейінде, республика деңгейінде ғана емес, халықаралық дәрежеде өнер көрсетіп, жоғарғы дәрежеден көрініп жүрген Қарақат мектеп студиясының талантты шәкірттері Ерсайын Ернар мен Ерсайын Каусар. Қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы, керемет. Біздің қонақ хабарына біз сіздерді халықаралық дәрежеде жоғары деңгейде өнер көрсеткендіктерің үшін шақырып, сендердің өнерлеріңді халыққа көрсету мақсатында хабарымызды өздеріңе арнап отырмыз. Енді жалпы өнерге қалай келдіңдер? Ата-аналарының бағыттауымен мына қазақтың қара баласы Ернар қара домбырасын ұстап келген екен. Өнерге деген қызығушылық қалай пайда болды? Осыдан бастап айтайық. Сен айта өтші. Мен ең басында 5 жасында жеті үйірмеге бардым. Жеті үйірмеге бардың ба? Иә. Но енді, конечно, мен ол жерге ең бірінші анам апарды. Мен балетке бардым, гимнастикаға бардым, шахмат, ментальный арифметика, жүзу, көптеген үйірмеге. Соның бәріне үлгеріп жүрдің ба бір өзің? Иә, потому что ол кезде маған ұнады бару. Мен өзім барғым келді. Ернар, сені кім алып келді алғаш өнерге? Неше жасыңнан бастап келді? Мені негізі әкем дейтін әртүрлі спортқа да, өнерге де әкелген. Мысалы, жүзуге, карате, дзюдо барын апарған. Сосын мен өнер жолын таңдаймын деп Қарақат мектеп студиясына анаммен бірінші рет келгенмін. Сосын маған вокал үйірмесі ұнап қалды. Сосын мен нағашы атам әнші болған, атақты күйші болған. Сосын мен ойландым да, вокалмен домбыраға барам деп шештім. Демек, екеуің де қазір Қарақат мектеп студиясында білім алып жатырсыңдар. Қай өнерде жүрсіңдер, сол ішінде қай үйірмеде қатысып жатырсыңдар? Қай саласына барып жүрсіңдер? Вокал және домбыра. Вокал үйірмесіне. Және екеуің де актер шеберлігі үйірмесіне. Актер шеберлігіне бар. Актер шеберлігі үйірмесіне қатысасыңдар. Енді сол мектептің тұрақты биыл Қарақат мектеп студиясына 5 жыл толып жатыр екен. 5 жылдың ішінде 4 үлкен концерттердің жүргізушісі екеуің екен. Барлық әлеуметтік желіде жиі таралып жүр. Сол жүргізушіге қалай келдіңдер? Қиын болған жоқ па? Сол жөнінде бөлісіп өтсеңдер. Біз өзіміздің директор апайымызды қолдап, және де оған қиыншылық болмасын деп, біз всегда оның қасында көмектесіп, жүргізуші болуды да екеуміз бірге жоспарлап, ешқандай ұрыс-керіссіз, бірімізді түсініп, асықпай солай жүргізуші болдық. Сөйтіп біздің анамызға жүргізуші болу ұнап қалып, сосын сөйтіп біз жүргізуші болдық. Сценарийді кім береді алдарыңа? Бір Қарақат мектеп студиясының администраторы, директоры барлығы бірге қосылып сценарий жасайды. Сценарийді жаттап аласыңдар ма сонда алдын ала? Алдын ала бірге дайындалып жаттаймыз. Өздеріңе жүргізуші болған ұнай ма? Қандай концерттің барысында қалай болып жатады? Алдарында неше адамға, максимальный неше адамға өнер көрсеттіңдер? Біздер басында өнер көрсеткен кезде қобалжу болды. Но біз соны жеңіп шықтық. Біз сол кезде түсіндік, что біз әрі қарайда жалғаса аламыз. Біз әрі қарайда жүргізуші бола аламызға түсіндік. Сөйтіп әрі қарай біз уже қобалжу жайлап түсіп, әр концерт сайын өздеріңе тәжірибе жинап отырдыңдар. Және бір қызық болатын, біз 4 жылдық ең басына біз шығатын болғанбыз. Басына домбырашылар мен жетегеншілер ашып береді. Сосын біз шығатын болған кезде мен қызық оқиған болатын. Мен микрофон істемей қалатын. Мен басуды ұмытып кеткен ба, білмеймін, ар жақта жүрсе алмай қалды ма. Сол кезде ақырын қосылды да, ары қарай жалғастырып кеттік. Өзің жанды дауыста сөйлеп тұрдың ба сол кезде? Иә, жанды дауыста. Орынгүл ханым, осы орайда біз бүгін бағдарламаның жүргізушісі ретінде алдымызда 2 жүргізуші отыр. Міне бір мезгіл осы өнерпаздарымыздың жүргізуші ретінде бір үзінді ретінде ұсынғым келіп отыр. Үзіндісін жүргізуші ретінде бір үзінді ойнап берсеңдер, қалай жүргізесіңдер, бір концерттің кез келген бір-бірімен байланыс болу керек қой. Жүргізуші болу үшін бір-бірінің сөзіңізді іліп алып кетіп отыру керек, бір-бірімен байланыс болу керек.
соны қалай құрып аласыздар? Қазір бізге көрсетіп бере аласыздар ма сол? Әрине. Себебі сендердің алдарыңда біз қобалжып отырмыз жүргізуші ретінде. Бұл республикалық емес, облыстық емес, тіпті халықаралық деңгейдегі жүргізушілер. Өрнегендей дәстүрі мен салтымыздың, ұлттық өнер мұрасы халқымыздың, өшпеуіне сеп болар өмір бойы, ұлт дейтін, қазақ дейтін атымыздың. шер теркей шырқайтығын жүр әніміз. Өнер біздің бойдағы тұмарымыз. Қарақаттай мектептің атайгілі, сахнада маздайтын шырағымыз. Ассалаумағалейкум Атырау жұрты. Кеш жарық бізді сағына күткен көрермен. Атырау қаласындағы Қарақат мектеп студиясын есеп беру концертіне қош келдіңіздер. Бәрекелді. Тамаша. Енді мына актерлық шеберлік деп айтып ғой. Актерлік шеберлікке оқудағы мақсат қандай? Актер болу ма міндетті түрде, әлде ортада өзін ұстай білуге үйрете ме? Қандай жақсы қабілеттерге дайындайды? Біріншіліктен Өзіңді дамыту үшін. өзін дамыту үшін, Көп адамды жерлерде өзіңді жақсы ұстап білу үшін. өзің рөліне кіріп, сол рөлді ойнап шығу керек. Тіл қабытың, сөйлегенің жақсы болу үшін, анық болу үшін. Керемет. Актер шеберлігімен сол бір рөлдерді сомдап, шетелге шығып көрдіңдер ма? Көрдік. Тамаша. Қандай елдерге барып көрдіңдер? Турцияға бардық. Турция 2 мәрте бардық. Стамбул қаласына Стамбул және қаласына. Анталия қаласына бардыңыздар. Және Ақтау қаласына да бардық. шетелден қай қалаға шығып көрдіңіздер? Қай елге шығып көрдіңіздер? Былай жалпы ма? Домбыра барлығы. Иә. Ташкентке бардық. Стамбулға барды. Сол бана Стамбулға бардық. Грузия еліне осы жақында бардық. 2 рет бардық. Грузия 2 рет бардық. Ташкентке де 2 рет бардық. Тамаша. Менің байқауым бойынша сол Турция елінде сіздер біздің қазақтың қозы көрпеш Баян Сұлу Әрине. сахнасын сомдаған екенсің. Ернар сол жерде қозының рөлін ойнап, міне қозының рөлін ойнап, осындай керемет Стамбул елінде өткен, осы мен қателеспесем, сол жердің жергілікті әкімнің қолынан алған статуэт болатын. Каусар Анталия қаласында өткен Ведущий болып. Жүргізуші болып, үлкен халықаралық деңгейдегі концертте жүргізуші болған екен да, өте керемет. Енді Ернар баламыз құр келмеген секілді қара домбырасын алып кетті. Өнерін тыңдайық ендеше. Тамаша. Нұрғиса Тілендиев, Әлқиса. Деген ай. Бәрекелді, тамаша. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген осау. Қандай күйлерді білесің?
қай шығармаларды орындағанды жақсы көресің? осы Нұрғиса Тілендиев Әлқиса, Құрманғазының Адай күйі, және Әбдімойын Желдібаев Ерке Сылқым, Секен Тұрсынбеков Көңіл толқыны, және тағы да басқа күйлер жақсы көресің. Қалсың кім? Гүлнар Ғилманқызы. Осы орайда саған домбыраны үйреткен Гүлнар Ғилманқызына Ернардың атынан және біздің атымыздан ризашылығымызды білдіреміз. Қазақтың қара домбырасын ойына серт қылып жүрген Ернар баламыздың өнері өте тамаша. Енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы екеуің өнер саласында жүрсіңдер, қандай қиыншылықтары бар, қандай қызықты кездері бар, концерт кезінде бір қызық немесе конкурс кезінде қызықты сәттерің болды ма, сол жөнінде бөлісіп өтсеңдер. Ең бірінші есеп беру концертінде менің киімім дайын болмай қалды, ведущий киімім. Мен сол кезде қатты уайымдадым, не кием, не істеймін, мен шығам ба, әлде шықпайым ба деп. Бұл киімді кім дайындау керек болған? Тігінші апа дайындалған кезде до конца бітпей қалған ғой. Сол кезде қорықтым мен қатты. Жыладың ба? Иә, мен даже жыладым, мен қатты қобалжу болып. Мен басқа киіммен, өзім елестеген киіммен шыға алмаймын деп ойладым. Концерттің басталуына құттай қалған кезде менің киімім дайын болады. Сонымен үлгеріп шықтым. Қандай болды көйлегің? Өзіңнің ойлағаныңдай болды ма? Ойлағаныңнан асып кетті ме? Ойлағаныма ондай қатты жетпеді. Но бірақ көңілімнен шықты. Тамаша. Ернар, сенің қандай қызықты сәттерің болды? Конкурста негізінде Ташкент кезінде елес көрген қызығымыз бар. Ойбай, қандай елес көрдіңіз? Апам істейтін досым бар. Сол елес көріп, сол лагерьде болдық қой біз барлығымыз. Сол лагерьдің барлығы шулап, не істеп. Сосын көп адамдар қорқытып, не істеп, сол кезде қорқып болды кішкене. Елес көрінді ма көзіңе? Қалса сен де болдың қасында. Иә, біз дейтін, ол енді бізде Айзере дейтін қыз бар ғой. Сол кезде концертте ақ көйлек киетін болды. Сол ақ көйлек киіп, ұзын шашына алға жүріп, елеске ұқсап, комнатқа кіріп келгенде Ернар шашу соған талып қалады ғой. Мә, саған содан ұстаздарың қайда болды сол кезде? Жоқ, біз өзіміз басқа комнатта, ұстаздар басқа комнатта болды ғой. Ойнап жүргенбіз ғой. Түнде ойнаған жоқпыз ғой, қорқады деп. Сол ойнап, сосын бұл әзір дегенде, мынау неше созақ деп. Әбіл Мансұр, Аян дейтін достарым бар, солар барлығы в шоке вообще, барлығы да. Содан кейін қорқытпайтын болды ма? Иә. Содан кейін тимейтін болды, жақындамай уже қорқатын түсін. Тамаша, қызықты сәттерің өте көп болған екен. Өздерің осы өнер саласында жүрсіңдер, біраз конкурстарға бардыңдар, тойға шығуға рұқсат бере ма, тойға шығасыңдар ма, сол кездер қалай болады? Біз әлі де өте керемет, тамаша, білмейміз деп ойлаймын. Ернар, сенің ойыңша? Дегенмен жетілдіру үстіндесіңдер ғой. Иә. Әлі дайындықты күшейтіп жатсың. Тойға былай шықпаймын, тек туысқандарым ән сұрақ болады, күй сұрақ болады. Сол кезде айтып беремін ғой. Осы орайда айтып өтейін, жалпы бала өнерде жүрген кезде өзім ұстаз ретінде баланың тойға шығуына мен қарсымын, себебі бала кәсіби тұрғыда өзін әлі дамытпағасын, оның үстіне профессионалды түрде емес, бір айтады ғой, арзан жолмен ақша табуға мен қатты сондай ұстанымым бар, балаларды тойға шығаруға қарсымын. Өте тамаша. Енді ұстаздар бір қателік жіберген кезде ұрса ма, қандай ұстаздарың қатал ма, қайсы ұстазды үлгі тұтасыздар дегендей? Ұстаздарды бөліп жармаймын. Маған барлық ұстаздарым да өзіме жақын, ыстық. Өзіме көп қатты ұнайтын, сол домбырамен актер шеберлігінен беретін, және вокалды үйірмесінен беретін апай ағаларым өзіме ыстық кәдімгі. Алдағы уақытта қандай саланың маманы болғыларың келеді? Әлде өнерді дамытып, жетілдіріп, кәсіби тұрғыда өнерді жалғастырғыларың келе ме? Қалай? Мен әлі де оны шешкен жоқпын. Мен әлі де екі жаққа да дамып жатырмын. Мен өзімді дамытып, мен қай салаға жақсымын, сол салаға барамын деп ойлаймын. Ал мен бұйырса 9 бітіріп, немесе 11 бітіріп, Жүгенов колледжіне түскім келеді, және атақты актер болғым келеді. Тамаша. Мектепте бағаларың қандай? Осы өнер мен мектептік білімін бірге қатар алып жүру қиын ба? Жоқ, ондай аса қатты емес. Нешеге оқисыңдар мектепті? 4-5, арасында 3.
Қай сабақтан ақсайсың, Ернар? Химия, физика дегендер. Мектепте, Каусар, мен қателеспесем, старстысың. Қазір қай мектепте оқып жатсың? Ол мектептің ерекшелігі қандай? Мен қазір Әл-Фараби Бюнан мектебінде оқып жатырмын. Ол мектеп өте үлкен, және де мен новый жаңа достар таптым. Сыныпта старсты қызметін атқарасың. Енді алда қойған қандай мақсаттарың бар, қандай тағы да жоспарларың бар, нені қалайсыңдар? Өзімді дамыту. Қай жағынан дамыту? Знамениты болу жағынан. Қалай? Танымал болғың келеді. Танымал болғым келеді. Танымал болу үшін не істеу керек екен? Танымал болу үшін нені жетілдіру керек, не істеу керек? Тәжірибе ғой барлығы да. Тәжірибе. Өнер арқылы танымал болғың келе ма? Например, мысалы бренд болады ғой бір, сол сияқты бренд сияқты танымал болғым келеді. Демек өзіңнің жеке брендіңді қалыптастырғың келеді, Louis Vuitton, Chanel секілді. Қазіргі балалардың ой өрісі, көзқарасы ерекше, солай ма енді? Қазіргі балалардың жалпы негізі, мен ұстаз ретінде балалармен жұмыс жасай отыра, алыстан идеяны іздемеймін. Осы балалар арқылы, сөйлесу арқылы, осылардан энергия алмасу арқылы идеяның барлығын балалардан ұрлап отырамын. Себебі бұлар бізге қарағанда әлде қайда қатты дамып кеткен, және ойлау өрісі де өте жоғары. Себебі каждый күн, бір күні әр күніне ұқсамайтын, сондай бір күнделікті жақсы идеялармен толы жүреді, және энергетикалары өте таза балалардың. Ернар, Каусар қазақтың домбырасын әлемге танытып жүрген Ұлытау тобының Қыдырәлі Болманов продюсері, сондай бір керемет топтың биыл 25 жылдығы екен. Ұлытау туралы, сол топ туралы қандай білесіздер? Өздеріңіз қызығасыздар ма соған? Ұлытау дейтін ол әлемдегі алтын диск тағылған Жалғыз топ. Керемет, әлемдегі алтын дискте иеленген Қазақстандағы этно-рок стиліндегі қазіргі заманауи түрде күйлерімізді тартып жүрген керемет топтардың бірі. Біздің хабарымыз да тәмамдала келді. Енді Ернар домбырасын алып келіп, біз тағы бір күй сұрайық. Әрине. Жасыралы Еңсепов, Әке толғауы. Бәрекелді. Тамаша. Сонымен осы жақсы көңіл күйде, осы жақсы нотада біз хабарымызды аяқтаймыз. Біздің студиямызға келгендеріңізге көп рахмет. Енді сіздер облыстың емес, республиканың емес, тіпті халықаралық дәрежеде өнер көрсетіп жүрген, елдің алдында жүрген жас өнерпазсыздар, қанаттарыңыз талмасын, тек жақсы жетістіктерге жете беріңіздер деген тілектеміз. Бүгін біздің қонақта болған, халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүрген және Қарақат мектеп студиясының талантты шәкірттері Ерсайын Ернар мен Ерсайын Каусар. Амандықта жүздескенше.